5, 4, 3, 2, 1, fire! Баршаға жалынды электрлі сәлем, әсіресе Роскосмос пен Рогозин мырзаға. Бүгінгі шолуда Tesla Model X бұл ең ақылды, ең жылдам, ең ірі электромобильдердің бірі. Алыстан түрі ұсқынсыздау көрінеді. 50 миллион теңге тұратын машина деп айтпайсың. Мына шоу басталғанша. Илон Масктың кез келген твиті немесе абайсызда айтып қалған сөзі әлемдік биржаға әсер етеді. Tesla мұнайға тәуелді мемлекеттердің экономикасын құлдыратуға қауқарлы. Компанияның капитализациясы таяуда 185 миллиард доллардан асты. Renault, Ford, Volkswagen, Toyota сияқты ірі компаниялар қасында ойнамай қалды. Электромобильдердің максималды моменті кез келген сәтте қолжетімді болатыны ше маған қатты ұнайды. Tesla туралы ғана емес бұл жерде әңгіме. BMW болсын, Volkswagen немесе Jack баяу кел жатсаң да тәпішкен басып қалған сәтте ұшады. P90D 500 шақырым жүріп өте алады. Қарапайым мысалмен түсіндірейінші. 100%-ға дейін бір рет қуаттасаң, тек қана жұмыс үй деген режимде бір аптаға жетеді. Ал егер күнделікті белсенді түрде қолдансаң машинаны, онда 3 күн ғой. Артқы есіктері қыран құстың қанатындай тұтас емес екіге бөлінген. Екі шетте көліктер қысып тастаса да ашыла беретін қасиеті бар. Түрлі сенсорлар аралықты өлшеп кедергі тиіп кетпеуге көмектеседі. Не деген дәлдікпен жұмыс істейді, қайран қалдым. Қазақстанда танымал ауқатты кісілер медеуге келіп, электромобильмен жүрсе ары қарай Шымбұлаққа кетіп қалатыны бар. Қазір тексеріп көрейік осы теорияны. Негізі электромобильмен Шымбұлаққа шығуға болады деген заң бар. Түсті ме? Рахмет. Вуаля! Жеге. Электромобильмен жүрсең Шымбұлаққа да шығуға болады. Бұл Тесланың тағы бір қасиеті. Ешқандай сұрақ қойған жоқ. Көрді Tesla екенін және жіберді. Көліктің бойында 765 аттың күші бар. Біз қазір тауға шығып бар жатырмыз. Анау-мынау машиналар Шымбұлаққа шыға бермейді ғой, білесіздер, қиналады. Міне айтпағым, астыңда тартатын көлік бар болғаны қандай керемет. Шындықты айтайын ба? Model X-тің базасы, техникалық салмасы Model S-тен көшірілген. Айырмашылығы тек форм-факторы мен есіктерде. Теслада істейтін инженерлер көптеген детальдарды Mercedes-тен алған. Өйткені олар автомобиль құрастырудан гөрі IT саласына жақынырақ. Салонның орындалуын өзіңіз таңдайсыз, 5 немесе 7 орындық қылам десеңіз де ешкім қой демейді. Біздегі Model X-ке 7 адам сияды. Бұл нағыз гаджет. Есікті өз ашады, өз жабады, тек қана ет салмайды. Егер электроникамен мәселе туындаса, Tesla оны гарантия бойынша жөндеп береді, бірақ бізге ең жақын сервис Европада орналасқан. Model X-та шаң тозаң, коронавирус пен бактериядан сақтайтын HEPA деген фильтрі бар. Басқа көліктермен салыстырғанда оның көлемі 10 есе үлкен. Дегенмен есікті ашқанда шаң кіреді және балалар салонда жиі кірлетеді. Model X-тің жүк салғыш көлемі 480 литр. Майы тамақты көр қапты ғой. Автономды, қуатты, жеңіл және ыңғайлы Samsung Jet-тің де HEPA фильтрі бар.
Бактериялар мен микроқалдықтардың 99,9% мынаның ішінде қалды. Универсалдық Samsung Jet-тің көзірі. Иілгіш саптауы ыңғайсыз жерден де қоқысталып шығады. Tesla Model X сияқты дизайнымен ерекшеленетін Samsung Jet гаджет сүйер қауымға ұнайтыны анық. Samsung Jet жақсы сорат. Макс қарыш қандай керемет. Адамдар серуендеп жүр. Tesla автоиндустрияны төңкеріп бастады. Mercedes, BMW, Volkswagen жаңа ойын шарттарын қынжыла қабылдады. Дегенмен Германия билігі электромобиль сатып алатындарға берілетін субсидия көлемін 3.000-нан 9.000 евроға жеткізді. Супер ғой, бізде де сондай болса екен. Утилизацияға халықтың қанша ақшасы кетіп жатыр. Міне содан қайтарса, экономикаға да, экологияға да пайдалы. Model X-тің алдыңғы терезе шексіз сияқты ғой, нағыз панорама деп осыны айтады. Сосын қалада бағдаршамның алдында тоқтағанда қызылға не жанып тұрған, қанша секунд қалғанын жасылға дейін бәрін көріп тұрасың. Егер Tesla айдайтын имани адам болсаң, Құдаймен байланысың ешқашан үзілмейді. Бензиннің қымбаттауы Тесланың иесін алаңдатпайды. Электр энергиясына тариф көтерілсе ғана көңілі жабырқауы мүмкін. Жылдық салығы 0, май ауыстырудың қажеті жоқ, жиі тозатын нәрсе колодкасы ғана. Өйткені Model X-тің салмағы 2,5 тонна. 2017 жылдан бері мына машина 30.000 жүрген, иесі осы күнге дейін электр қуатына 100.000 теңге жұмсапты. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, no. Get ready. Не бүгін Tesla клубтың патиі? Мүмкін миллионерлер жиналып қапты ғой. Енді көзім жетті, расымен де электромобильдердің тұрағында ешкім жоқ. Заңның жұмыс істеген жақсы ғой. Клиренс биік болған жақсы көрем, бірақ оның пайдасы болса. Tesla мен оффроудқа шыға алмайсың, қосымша дөңгелегі де жоқ. Үнемі істейтін толық жетегі бар минивэн демесең, бұны толыққанды жол талғамайтын көлік деп айту қиын. Есесіне жылдамдығы сұмдық, кейбір спорткарлар артынан ілесе алмайды қалады. Model X-тің ең мықты жиынтығында Ludicrous деген опционалды режимі болады. Бізде ол бар. Қазір көлікті ланчта көрейік, егер электрокөлікке мұндай сөзді қолдануға болса. Макс, дайынсың ба? 1, 2, 3. Кеттік, драги, қосыл! Макс, дайынсың ба? Дубль 2. Дайын. Демаламай қалдым ғой, жаным-ау. Бұндай тайбуролды тоқтату үшін массивті жоян тежеуіштер керек екен түсінікті. Паспорт бойынша динамикасы 100-ге дейін 3-те 15. Бірақ практика көрсеткендей, 3 адаммен және техникамен 4 секундты көрсетіп тұр, жаман емес. Әзірше бұл менің шолуымдағы ең жылдам көлік. Панамерадан да асып түсті ғой. Шеткі қатардамыз. Автопилотты тексеретін шақ. Неке, батырман басында қолды рөлден алып тастады. Не істейді екен? Жүгірмек. Түп-түз алып келетір мені. Автопилот деген негізі маркетинг қадам деп ойлаймын. Толықтай автопилот деп ауыз толтыра айтуға келмейді. Бұл ақылды круиз контроль. Меніңше. Көлік өзі жүреді ғой деп, қолды рөлден алып тастап, телефон шұқылап, арақ ішіп, артта жатып ұйықтауға болмайды. Үнемі қол рөлде, көлік өзі жүріп келе жатыр. Ештеңе басып жатқан жоқпын, түртіп жатқан жоқпын. Дегенмен бақылауда бәрін ұстау керек.
iOS пен Android жыл сайын жаңарады ғой. Сол сияқты Tesla-да жыл сайын софтты жаңартады, бұрынғы қателерін алып тастайды, қосымша фишкалар пайда болады. Міне, Tesla-ның автопилоты жыл сайын экзамен тапсыратын студент сияқты ақылды болып келе жатыр. Былтыр Илон Маск өзінің қызметкерлерімен чарджинг туралы, батареялар жайында және станциялардың әлемдік картасы туралы конференция өткізген. Сол кезде Теслада жұмыс істейтін қазақстандық жігіт айғай салды. Қазақстанда қашан болады суперчарджер деп. Kazakhstan. Actually, we have some great supporters in Kazakhstan. I think we probably we should have. We will build superchargers in Kazakhstan. There you heard it right here. Илон Маск ойланып тұрды, биыл деді. Сөйтіп, бірнеше ай өтпестен Алматыда және Астанада бір суперчарджерден пайда болды. 10% қуатпен келсеңде жарты сағатта 80-ге дейін жеткізеді. Айта кетейін, суперчарджерлер әлем бойынша Model X пен Model S иелері үшін тегін. Қарапайым, айнымалы токпен жұмыс істейтін қуаттау станциялар туралы келесі видеода айтып берем, және сол шығарылымда субсидия туралы мәселе көтереміз. Чоттам, Олжас Оқас Теslaдан минус табылмайды деп ойладыңыздар ма? Табам. 2016 жылғы алғаш шыққан модельдерде мына пластик қаптама ұшып кететін. Желден, жоғары жылдамдықтан және басқа да сыртқы факторлардың әсерінен. Ресейдегі кейбір чувактар саморезбен бекітіп тастаған ғой мынаны. Бүкіл Тесланың мәңгілік проблемасы саңылаулар. Тесланың инженерлері бірінші кезекте автоқұрастырушы емес, IT мамандар деген сөзіме тағы бір дәлел. Есіктің батырмасы мотормен ғой. Алғашқы модельдерде ол да істен шығатын. Арғырай кеттік. Жылдың 4 мезгілі бар мемлекеттерде қолданылған Model X-тердің мына спойлерлары сынып қалатын. Дәлірек айтқанда электро жетегі. Өйткені мынаның астында қар толады, жуған соң мұз қатады деген сияқты. Бұл автомат түрде жабылатын кезде қататтан жерде тырс етіп сына қалады, болды. Model X-тің ең кемшіл тұсы аспасы. Мына Тесламен 50 мың шақырым жүріп өтпеген иесі иінтіректерін ауыстырыпты. Жарайды, өндірушілер қатесін түсініп олқылықтың орнын толтырады. Бастысы Tesla автоқұрастыру саласын алға сүйреп, әлемдік локомотивке айналып келе жатыр. Tesla көліктің көлемі, сапасы, бағасы арасында керемет баланс сақтап әлемді жауламақшы. Баяғыда электромобиль деген сөзді фантастикалық фильмдерден ғана естуші едік, енді күнделікті өмірде бар. Бәріміздің емес әрине, бірақ ол күнде алыс емес. Келешекте балаларымыз Lada Grantаның 8 клапанды моторын көргенде археологиялық қазба тапқандай болады. Айтқаным айтқан көрде тұр. Келесте көріскенше сіздермен бірге болған Олжас Оқас. Есть. Эпично, да? Есть. Пиздец эпично, да, отломалась? Все нормально.